Маған жазатын оқырмандардың ішінде мынандай сұрақ болады. Индира ханым, менің шашым түсіп жатыр. Қазір химия алып жатырмын, шашым түсіп жатыр. Әр жерде тұр, алып тастайын ба, алып тастамай қояйын ба дейді. Ол мен өзімнің басынан өткізген адам ретінде бөлісейін сізбен. Қазір сенің жүгің ауыр емес. Өте ауыр жүкті көтеріп кетіп баратсың қазір. Сондай диагноз қойылды, сен химия алып жатсың. Бір химиядан өтудің өзі ана өмірге барып есігін қағып келгенмен бірдей. Сол үшін қасында жақындарың бар шығар, саған қолдау көрсетеді, жалғыз қалдырмай жатқан шығар, Бірақтан да бәрібір осы жолда сен өзің көтеріп келатсың жүгінді. Ол оңай емес, өзің көтеріп келатсың, өзің жүріп келатсың сол жолмен. Жүрекке деген қандай ауыр да, мысалға. Сен лучше шашыңды алып тастағаның дұрыс. Өйткені сен өзің айнаға қараған сайын сен жүрегің ауырады да. Өзің ауруың аздай, сен бәрібір айнаға қарайсың, сол кезде бір жерде шашың бар, бір жерде шашың жоқ, Сөйтіп тұрғанның өз жүрегіңе нагрузка да ауыр. Менің жағдайымда қандай болды? Мен де соңына шейін шашымды алғым келген жоқ. Өйткені мен әкем мен анам өзі мені көргісі келген жоқ. Может, мойындағысы келген жоқ бұл ауруды. Сосын алмай ақ қой, өседі ғой деп жүрді. Сосын ақыр соңында анама қатты нагрузка болды. Ол кісі қатты ауырып қалып, больницаға түсіп қалды. Сол кездерде сонымен ауырған кезде. Сосын мен үйдегі бауырымның келіншегіне мен шашымды алып тастай сал, машинкамен барлығын алып таста дедім. Сосын мен шашымды алып тастады. Кейін өсті. Кәдімгі қымбат досжанның шашы болып өсті сенің шашың деп айтады бәрі маған. Тастай бұйра болып, қозының жүні ұқсап өсті шашым. Сол үшін айтқым келетіні. Қазір сондай сынақ сенің басында болып жатыр, сен сол жолда өтіп жатсың, Сенің қазір соңғы нәрсең ол ойлайтын. Шаш сенің ойлайтын соңғы нәрсеңді. Аман болса басың тағы өседі, шашың деген ғой, шашың өседі. Ол сенің соңғы нәрсең. Мен қазір осындай жолда жүрген адамдарға мен айтқым келеді. Осы қазір химия алып жатқан, қиналып жатқан адамдарға айтқым келеді. Рак деген онкология, ол приговор емес. Осымен өмір тоқтады, бітті, мен өлдім, талдым деп берілме. Ауруыңды ешқашанда зерттеме, тексерме, ютубқа кіріп ауруың туралы мәлімет жинама ешқашанда. Барынша өзіңді ауру емес, сау екенге сендір. Оған қиын, мүмкін қиын емес біреулеріңізге. Больницада жатсын, жан-жағың бәрі өліммен арпалысып жатқан адамдардың ортасында жатқан кезіңде саған ондай нәрсе елестету қиын деп ойлайтын шығарсың. Бірақ барынша бүкіл өзіңнің ойыңды менің денім сау, бұның бәрі уақытша, бұның бәрі өтіп кетемін. Мен негіз ауру емеспін. Дәрігерлер айтты, мен сендім, не болмаса Құдай басыма салды, мен көндім деген сияқты. Тек қана өзіңнің жүрегіңе қатты жақын алма. Осы аурудан өтесің, осы жолдан өтесің, бұның бәрі бітеді. Бірақ бір ойланатын жері, мойындайтын жері. Онкология тез жазылып кететін ауру емес. Тез емделіп, тұмау сияқты бүгін емделіп ертең жазылатын нәрсе емес. Уақытты талап етеді. Соған өзің достойны тұрып бер. Шашыңды ойлама, шашың өседі.